Ақтаудағы 4-ші шағын аудандағы 55-ші үйдің алдындағы жер көптен бері кәсіпкерлердің нысанасына ілінген. Тұрғындар үйінің алдына жаңадан ғимарат салуға қарсы. Олар тиісті орындарға арызданған. Кешкі уақытта бала-шаға, қариялар тыныс алатын жер жоқ. Жол болса тар, көліктер жиі кептеліп қалады дейді тұрғындар. Мына жолдың шетімен жүреміз. Машина әрлі-бері бұлай жүріп отыр. Өте қауіпті мына жер. Сондықтан біздер мына жерде стройка жүргізуге 53-тің адамдар түгел қарсымыз. Біз бірнеше рет шықтық. Бұдан 3 жыл бұрын бір адамдар бар, документ жасап тұрған. Атамекенге барған, тағы басқа жерлерге барған. Олар рұқсат бермеген, содан қойып тастаған. Уже биыл қайтадан бастап отыр. Менің айтатыным осы жердегі мына біздің бүткіл мына 55-ші домның атына айтатыным біздің алдымызға құрылыс салмай-ақ қойсын. Акимат соған шара қолдансын. Акиматтың әлі жетпей ме? Прокуратура, жаңағы экологияның адамдары бар. Талды кескенін тексеріп қарап, бәрінде документін қарап, действительно бір белгілі бір мөлшерде оларға жақсылап шарап салсын. Біз соны айтамыз. Енді тұрғындардың қарсылығына қарамастан құрылыс жұмыстары басталады. Себебі барлық құжаттарымыз заңды дейді жер иесінің өкілі. Все разрешительные документы на данный земельный. Бізде осы жер учаскесіне барлық рұқсат құжаттары бар. Бұл жер жеке меншікке тиесілі. Жер учаскесінің иесі жақын арада осы ғимараттың құрылысын бастауды жоспарлап отыр. Экология порталында қоғамдық тыңдау туралы хабарландыру орналастырылды. Порталда теріс пікірлер жарияланған жоқ. Сәйкесінше біз нысанды салу үшін барлық қажетті құжаттарды алдық. Жер иесінің өкілі Алена Королеваның айтуынша жақын арада дәл осы жерде 3 қабатты бизнес орталығы салынбақ. Коммерциялық ғимарат құрылысы жайында әкімдік қызметкерлері де жауап қайтарды. Земельный участок расположенный в 4-м микрорайоне. 4-ші шағын ауданда орналасқан нөмірі 55-те бір жер учаскесі Ақтау қаласы әкімдігінің 16 қаңтар 2008 жылғы нөмірі 63-ші қаулысы негізінде жеке меншікке тіркелген. Мақсаты кеңсе ғимаратын салу және пайдалану. Алайда тұрғындардың білдірген разылықтарына байланысты қазіргі таңда жер телімінің иесімен жер учаскесін басқа шағын ауданға ауыстыру жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бұл жерге ғимараттың бой түзеуі келіссөзден кейін белгілі болмақ. Ал тұрғындар халықтың игілігі үшін саябақ салынып, демалыс орнына айналса деп отыр. Руслан Мұханов, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.